Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің қонағымыз First Logo League'дің нағыз жұлдызы және Lady Divergent командасының өкілі Әлімжан Нафуза. Өзіңізді қысқаша таныстырып кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен біздің мектепшілік, біздің яғни лицейінің робототехника командының Lady Divergent командасының капитаны болып табыламын. Және де есімім Нафуза. Бүгінгі подкасттың алғашқы сұрағы. Робототехникамен, әсіресе First Logo League'мен қашан және қалай айналыса бастадыңыздар? Негізі мен алдыңғы жылы 9 сыныптан бері айналысып жүрмін. Және де негізі бастапқыда мен басқа жарысқа қатысып, робототехникаға яғни үйренісіп, осы алдыңғы жылдың апрельден бері Firstпен айналысып келатырмын. Алғашқы қызығушылық қайдан келді? Мысалы, мектеп, клуб па, достарыңыз шақыруы ма, әлде бір видео ма? Негізі жалпы мен бір жарысқа қатысқан кезде, сол кезде мен легомен айналысып бастадым, әртүрлі механизмдер қарастырып бастадым, код жазуға үйрендім. Және де бұл сала менікі екенін түсініп, мен ары қарай осы салада дамығым келетінді түсініп, жалғастыруды шештім. Осы алғашқы жобаңыз қандай болды осы First Logo League'де? Қашан, қай жерде мысалы? Осы First'те бірінші рет біз командамызбен Атырау регионалкаға офсизонға қатысқан болатынбыз. Және де ол біздің бірінші тәжірибеміз болған. Ол жарыста біз көптеген нәрсе түсіндік. Жаңадан код жазып бастадық, жаңадан робот құрастырдық, жаңадан жоба құрастырдық. Және де сол жақтан біз чемпион атандық, және де Дубайға квота алған болатынбыз. Неге өз командаңызды құруға шешім қабылдадыңыздар? Себебі мен командамен жұмыс жасауды жақсы көремін. Яғни біз командамыздың арамызда құндылықтар өте қатты дамыған. Біз бір-бірімізге әрдайым қолдау көрсетеміз, әрдайым бір-бірімізге көмектесеміз, бір нәрсені білмей жатсақ айтып жібереміз. Және де бір-бірімізді әрдайым қолдап тұрған соң, осы команда әрі қарай дами береді. Команда қалай құруды, қыздарды қалай жинадыңыздар? Негізі бастапқыда мен команданың арасындағы қарым-қатынастар өте мықты болу үшін біріншіден яғни өзіме комфортты қыздарды таңдап шықтым арасынан. Және де яғни өте ақылды, қалай айтсам болады, креативті қыздарды арасынан таңдап, осылай команда құруға шештім. Команда ішіндегі жұмыс қалай ұйымдастырылады? Кім неге жауапты екенін қалай таңдадыңыздар? Яғни мысалы көбінесе техқа қарай, тех саласында жақсы білетін қыздарды біз кодингқа қарай, яғни олар код жазады, программа ойластырады. Және инженерлер бар. Бізде инженерлер олар яғни стратегия құрады. Картадағы мысалы бізде карта бар, и сол жерде роботтар белгілі бір миссияларды орындау қажет. Оған бір дұрыс жол, мувмент, яғни стратегия ойлайды, және де әртүрлі механизмдер құрайды. Және бізде project менеджерлеріміз бар, яғни олар креативті қыздар. Олар бір идея табады, және де бір мәселені таңдап жоба жасайды. Бір мәселеге қатысты бір шешім табады. Ал сіз осы командада қандай жұмыс атқарасыз? Біріншіден мен капитанмын, және де менің мойнымдағы жауапкершілік өте көп, білесіздер. Себебі мен қыздарды дайындыққа жинау қажетпін. Әрдайым мысалы менде бірақ әрбір жұмысқа кірісіп тұрам. Мен бірақ в основном робогенге, яғни картадағы миссияларды роботтың орындауына жауап беремін. Осы Lady Divergent атауы қалай пайда болды? Негізі бастапқыда біз Lady Killers деген атпен жүрген едік. Ол негізі біз музыка тыңдаваттық. Және де мен ютубтан Lady Killers деген өлеңді көріп қалдым, оны қостым. Және бәріміз соған қарай дайындалып жаттық. Сосын команданың атауымен көптеген белгісіз бір жерлер болғандықтан біз соны қоя саламыз деп ойладық. Және де killer дейтін мағына, яғни убийца емес, бәрін қырып жоятын, яғни бәрін жыртып тастайтын команда деген мағына береді. Алайда біз оны ауыстыруға шештік, себебі кейбір мысалы шетелге шыққан кезде
дұрыс түсінбей қалуы мүмкін. Сол себептен біз divergent деген мағынаға ауыстырдық. Ал divergent деген сөз ол яғни қолына әрдайым бәрі келетін, андай ешқандай да қиындыққа қарамай любой проблеманы шеше алатын деген мағына береді. Және де леди ол яғни қыз, және біз чисто қыз командамыз. Осы таңдаудан басқа қандай нұсқаларыңыз болды? Lady crushes деген тағы вариант болды. Яғни ол lady crush'тар немесе басқа мағынасы crush, яғни to crush разрушать деген мағына, типа қырып жояды. Алайда біз lady divergent деген атта тоқталдық. Атау команданың стиліне, құндылықтарына қаншалықты сәйкес келеді деп ойлайсыз? 100%. Негізі 100% себебі айтып кеткенде divergent деген мағына, оның мағынасы әрбір нәрсеге қолы келетін, разносторонний деген мағына. Және де біздің барлық қыздарымыз командада әрбір нәрсеге шарит етеді, қалай айтсам болады. Айырып кетемін лучше, ол айтқанда болады. И нетен өтіреді? Вот солай. Сондықтан ол біздің құндылықтарға келеді деп ойлаймын. Және де divergent, яғни басқа да адамдармен коммуникациялар жақсы, тіл табысып кете алатын деген мағына. Робототехникада және ФО-де кімнен ең көп шабыт алдыңыздар? Әлемдегі немесе Қазақстанда мамандар, немесе бір танымал командалардан ба? Шабыт? Так, вдохновление. Өзім немесе? Так, негізі біз басқа командалардың, яғни перформанс выступленияларын былай көріп, қарастырып, біз өзімізді қалай дамыта аламыз, яғни бұрынғы чемпиондардың экспириенсін тыңдап, олар қалай жасаған екенін біліп алдық. Және де примерно сондай направлениеде жүріп, біз шабыт алдық. Қандай ФО командалар немесе жобалар сіздерді ең қатты таңғалдырды немесе мотивация берді? Бір командалар определенный мүмкін. Командалар. Так. Негізі қазіргі Skillset дейтін командалар. Олар алдыңғы жылы Хьюстонға квот алған болатын. Яғни World Competitionға жолдама алған. Прям самый потолковский үшін жолдама алған. И олар осы жылда қатысып жүрді. И олар да қазір жүріп жатыр. И олар, олардың проекттері де күшті негізі. Себебі олар археологияға байланысты бір жоба жасаған. Ол дейтін приложение, және ол приложениеде археологтар мысалы жұмыс кезінде, жұмыс барысында өздерінің тапқан раскопкілерін, жұмыстарын аудиомен мысалы записывать етсе, олар барлығын документ қылып шығарып беретін бір приложение жоба жасаған. Осы күшті болды, маған ұнады қатты. First Lego League-ге қатысу алдында кімнен, қайдан кеңес алдыңыздар? Мұғалімдер, YouTube немесе Instagram? Негізі мен медиадан көрдім. Маған Instagram-ға шыққан болатын. Сториста қарап атқан кезде First-тің аккаунтын көріп қалғам. Оған кіріп қатты қызық кеттім. Себебі ояқта бір бөлек вайб бар, бір атмосферасы бар. Барлық командалар бір-бірімен күшті араласады, кәдімгідей көмектесуге әрдайым болады. Яғни конкуренция қарамастан командалар бір-бірлерін сыйлайды. Мысалы бір деталь жетпей жатса бере алады деген сияқты нәрсе. Әртүрлі команда болса да көмектеседі бір-бірлеріне. Иә. Жақында өткен Батыс чемпионшип 2026-дағы Champions Award финалисті болу туралы айтып беріңіз. Сол кезде эмоциялар қандай болды? Қуаныш, мақтаныш? Негізі біз барлығымыз қуанған болатынбыз. Негізі біздің басты мақсатымыз ол Орталық Азия өту еді. Алайда біз барлық күшімізді, яғни стремились к лучшему дейді. Және де негізі басты мақсатымыз Орталық Азия өту еді. Алайда біз Champions Award финалист алған кезде біз яғни қатты қуанған болатынбыз. Бірақ шынымды айтсам, бізден гөрі басқа командалар бізден көбірек қуанған. Прям
поддержка негізі қатты мықты болды. Вот. Центр Азия First Championshipқа жолдама алу қандай маңызды болды? Ол команда үшін қандай мүмкіндіктер ашады? Негізі біріншіден ол experience, опыт, тәжірибе. Себебі ояқта осы жылы бұйырса 180 команда болайын деп жатыр. Шетелден де көптеген команда келеді. Мысалы Индия, Эстония, Турция, Араб Эмираттардан, көп Қырғызстан, Өзбекстан келе береді. Және де ол бірінші тәжірибе, сен басқа да бір ұлттармен танысасың, жаңадан достар табасың, жаңа мүмкіндіктер. Және де сол конкуренциямен бірге сен жарысасың. Және де бірінші болуға всегда стремиться етесің. Вот. Екіншіден ол мысалы мен әр жарыс сайын өзіме андай бір ноут не істеп тұрамын, ұқып тұрамын, там мысалы келесте өйтіп жасамаймын, келесте бүйтіп жасаған дұрысырақ деген сияқты өзіме түйем. И вот сөйтіп біздің командамыз ары қарай жарыс сайын дами беріп жақсырақ бола береді. Жеңіс кезінде ең есе қаларлық сәт қандай болды? Роботтың миссияны орындаған ма, әлде судьялар мақтауы ма, басқа да қандай есе қаларлық сәттер болды? Негізі көптеген сондай нәрселер бар. Себебі бізде негізі judging session дейтін нәрсе бар. Яғни ол кезде біз роботтың дизайнын, қандай механизмдер қолданғанымызды, код қандай қолдандық, бәрін түсіндіріп береміз. Және де екіншісі ол жоба туралы айтамыз, қандай мәселе шешеді, қалай шешеді. Және де сол кезде біз барлық сөзімізді жеткізіп, судьяларға түсіндірген болатынбыз. Соңында олар бізге өздерінің фидбегін берген болатын. Мысалы, осылай істеңдер деп. Және де олар бізді шынымен айтсақ мақтаған. Біз соған қатты қуандық. Және де содан кейін біз робокейм кезінде күшті жинаған болатынбыз. Топта тұрмыз, в общем. И барлық командалар андай именно почему-то біздің матчқа келеді. Потому что біздің матчымызды көріп, қанша жинады екен деп қызық, яғни қызығады соған, сондай нәрсеге. Вот. Басқа командалар бізге келіп өздері бізді мақтайтын. Сендер қыздарсыңдар ма, не, еще EV3-мен жасап жатсыңдар ма, қалай деген сияқты. Андай әртүрлі. В общем, бізді көптеген команда мақтады, судьялар мақтады. Қысқаша айтқанда. Команда жолында қандай ең үлкен қиындықтар болды? Команда жолында? Мысалы, уақыт тапшылығы, робот техникалық мәселелер, идеялар келіспеуі мысалы. Негізі біздің командаlarымызда кейбір иногда бір түсініспеушіліктер болған. Бірақ оны біз бірге отырып, ақылдасып, өзара шешкен болатынбыз. Точно не болады, қалай болады, кім не істейді. Себебі анаяқта біз мысалы ақылдаспай келсек, анаяқта шашылып қалуы мүмкін біз. Сондықтан оны до этого шешіп алып, және де шынымен жарыстарға дайындалу үшін көптеген уақыт керек, энергия керек, оның бәрі жұмсалады. Бірақ ең соңында оның жемісін по-любому көресіздер. ФЛ-ге немесе робототехникаға жаңадан кірген оқушыларға, әсіресе қыздарға қандай кеңес берер едіңіз? Ол біріншіден табандылық. Себебі адамға сабырлық керек. Адам шынымен отырып қызығу керек. Қандай механизм ойлап тапсам болады, не істесем болады. Мысалы, көптеген роботпен проблемалар болады. Және де соны шешу үшін әртүрлі бір жолдар қарастыру керек. Сондықтан до конца оны отырып жасау керек. Себебі по-любому ертең жарыс кезінде өзіне уверенно боласың, спокойно жеңіп кетесің деген нәрсе. Және де ол, яғни жарысқа тақалғанда келіп дайындалмау емес. Ол мысалы заранее дайындалу, там жарысқа 2 ай қалғанда уже бастап, сентябрьда бастап кету керек дайындықты. Сол кезде ғана жетістікке жетуге болады. Қазақстанда қыздардың STEM және робототехникада қатысуын арттыру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Негізі ол адамға байланысты. Яғни қыздар да STEM саласында дами алады. Негізі робототехникада даму үшін, яғни олар андай нәрсе менде мысалы былай. Менде мысалы шығады, именде уже қызығушылық арттырып кетеді.
резко. И вот адам дейтін негізі кәдімгідей тырысу керек. Ол кезде уже қызығушылық пайда болады. Себебі мысалы сенде бір нәрсе шығады, и сен результат көресің, прогресс көресің. Сол кезде реально шынымен қуанып бастайсың. Менде шынымен бір нәрсе получается. У меня реально типа я могу деген сияқты қыздарда пайда болады. Менің ойымша солай. Болашақта қандай жоспарлар бар және Центр Азияға қалай өнер көрсетпексіздер? Негізі біз қазір барлық энергиямызды, уақытымызды сол Центральная Азия дайындығына жұмсап жатырмыз. Және де мысалы бізде бос уақыт бола ма, біз дайындаламыз. Және де уже скоро Центральная Азия басталып кетеді. Ол жерде біз будем надеяться на все лучше. Барлығын сабырмен, күшті қылып жеткізсек, мысалы, робогеймен, мысалы, потолок қойып тастасақ, біздің, яғни жоспарларымыз сондай. Бұйырса бір шетелге квота аламыз деп отырмыз. Біздің көрермендерге соңғы сөздеріңіз қандай болар еді? Қыздар әрдайым яғни жетістікке жетуге талпыныңыздар, қойылған мақсаттарыңызға әрдайым жете беріңіздер. Яғни сіздер мақсат қойған кезде сіздер барлық энергияңызды, күштеріңізді жұмсау керек боласыздар. Алайда бұл қиындықтардың ертең жемісін көресіздер, өкінбейсіздер. Так что әрдайым алға жүре беріңіздер. Подкастқа рахмет.